Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында өте оңай әрі тез дайындалатын самсаға арналған қатпарлы қамыр дайындаймыз. Алдымен ұнға тұздалған суымызды қосып, қатты қылып қамыр елеп аламыз. Қамырымыздың бетін 15 минутқа жауып қойып қоямыз. Дайын болған қамырды 1-2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін оқтаулап жақсылап жайып аламыз. Қамырымыз бешбармақтың қамырынан сәл қалыңдау болу керек. Екінші қамырды да дәл солай жайып аласыздар. Кейін бөлме температурасындағы тұрған кез келген сары майды қамырдың үстінен бір келкі қылып барлық жеріне жағып аласыздар. Екінші қамырымызды осы жайылған қамырдың үстіне жайып, оның да үстін жақсылап майлап шығасыздар. Май жағылған қамырды шиыршықтап, рулет тәрізді етіп орайсыздар. Тоңазытқышқа майы қатқанға дейін салып қоямыз. Кез келген тартылған етке ұсақтап пияз турап аламыз. Салмасына қалауларыңыз бойынша картоп, асқабақ қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Тоңазытқыштағы қамырымыздың майы қатып, қолға жабыспайтын, бірақ та оқтаулауға келетін болу керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек қып жайып, ортасына салмасын салып, үш бұрышты қылып түйіп аласыздар. Барлық самсаларымызды түйіп дайындап аламыз. Противеньға пергамент қағазын төсеп, самсаларды қойып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңыз бойынша мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште самсаларымызды 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Дайын болған самсаларымыздың видеосы телефоннан өшіріліп қалғандықтан, алдында дәл осындай рецептпен жасаған самсаларымның суретін салдым. Суреттегідей самсаларымыз әдемі әрі дәмді шығады. Бізге қажетті заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!